Бүгін мен медик студент жасау керек 5 нәрсе туралы айтамын. Негізі бұл нәрселерді ешкімге айтпау керек. Бұл құпия ғой. Бірақ мен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сіздермен бірге мен, Гиппократ арнасы және Нефарио Инстаграм каналы. Ең бірінші ол естеліктер. Міне менде альбом бар. Әрбір медик студент бірінші курста, екінші курста, үшінші курста түскен фотоларын, группаластарымен түскен фотоларын, достарымен түскен фотоларын осындай альбомға салған дұрыс деп ойлаймын. Давайте альбомды көрсетіп жіберейін. Мен мынандай осындай мына жерде группаластарым, өзім осындай альбом жасау керек, потому что сол кезде естерінде қалады, қарап отырып күліп отырасың. Бұл естелік қой, студенттер. Ертең оппа мынандай қатысқан екен, мынандай болған екен деп күліп еске аламыз. Сондықтан бірінші курс, екінші курс, үшінші курс, төртінші курс, бесінші курс барлығы осы жерде болу керек альбом. Мен осы альбомды жасаған кезде көбісі айтқан, мықты идея деп, маған да пайдалы, мен де жасаймын деп. Сондықтан сіздерге де бөлісіп жатырмын. Осындай альбом жасаңыздар. Көп өмірлеріңізде естеліктерді фотоға түсіріп жүріңіздер. Қалай ғой? Негізі бұны да ешкімге айтпайын деп едім, бірақ енді сіздерге бөлісіп жатырмын. Потому что көбісі білмейді. Ұмытып кетеді ғой енді, сабақ оқу деп жүріп. Сосын потом дейді. Потому что біз соткадағы нәрсені ұлдап тастаймыз ғой, ал бұл мәңгілік естелік. Вау, екінші нәрсе. Ол уақыттың өте жылдам екенін сезу. Мына жерде фотода мен мысалы бірінші курспын. Қазір уже үлкен курста оқимын. Бір сәт қой, мынандай щелчок. Бүгін бірінші курспын, ертең төртінші курспын деген секілді ғой. Уже сен білмей қаласың, уақыттың қалай тез өтетінін. Нені жасаған келіп жүр, жаса. Мынандай сөз бар ғой, молодость прощает ошибку дейді. Яғни жастық шақ ол қателіктерді кешіреді. 25-ке дейін адам, даже кейбір жерлерде айтады, что 25-ке дейін адам қателіктер жіберсе, ол дамдай етпейді дейді. Потому что әрбір қателік ол опыт қой. Нені жүрегің қалайды, соны жасау керек. Үшінші нәрсе. Сабақтан әдейі қал. Иә. Бұл тоже жасау керек нәрсе. Кез келген студент жасау керек деп ойлаймын. Мен өз өзім сабақтан әдейі ешқашан қалмаппын. Но бір күн болсын әдейі сабақта қалған дұрыс. Неге екенін айтайын ба? Потому что сен отработка жасап көру керексің ғой. Вообще отработка жасасаң, сен былай сабақта түсінгенге қарағанда отработкада сен тереңірек түсініп аласың сол тақырыпты біріншіден. Екіншіден ол вообще қызық отработка деген. Менде отработка бір рет болды деймін, шатасыпсам, отработкаға бардық біз. Но бұлай көп рет отработкаға қалған бір досым бар, сол айтады, что отработкадан кейін менде ол сол отработканың тақырыбы, сол қалған күнге тақырып, сол енді қалған күнге тақырып бар ғой, сол есінде қалады екен. Одан кейін апаймен жеке отырасың, жаңағыдай екеуің тақырыпта талдайсыңдар, базар жоқ, апайдың уақытын аласың, но адам вообще сабақтан қалып көру керек, әдейі бір күн болсын. Мен өз өзім мынандай нәрсе жасадым. Бірінші этаждың терезесінен шығып кеттім, универдің. Сосын оны бақтияршы көріп қалды, сосын неге шықтың ба деген шірдеңе, мен сені ана жерге апарам, мына жерге апарам, еш жерге апарған жоқ. Просто өзіме естелік болып қалды сол, әлі есімде. Сондай бір тентектік жасасаң, ода тұрған дым жоқ. Сондықтан бір тентектік жасауға болады енді. Сондай бір сабақтан қалып қоюға болады, сабақ айтпай қалуға болады бір күн. Ешкімнің ештеңесі кетпейді. Бұл саған естелік қой. Төртінші нәрсе. Қандай да бір ұжымда болу керексің. Мысалға, мен дебатта болдым. Мен 4 жыл дебатта болдым. Дебатный жарыстарға бардым, Оралға бардым. Осы Ақтөбеде бірнеше турнирлерге қатыстым. Ақтөбенің осы қаласы бойынша 3-ші орын алғаным бар. LD формат деген бар, бірге бір ойнайсың, бірге бір дебат болады. Қандай да бір ұйымда болсаң, ол үлкен достар ғой, үлкен алаң ол жерде, үлкен қызықты андай тартыстар болады, ойындар ойнайсыңдар, күшті достар табасың, күшті танысулар болады, күшті естеліктер болады. Мысалы, Оралға апарды бізді. Орал туралы менде қазір күшті естеліктер қалды. Бір рет бардым, тек Оралға пойызбен бардым, жалындықтар болды. Оның өзі үлкен нәрсе, студенттер. Сондықтан қандай да бір универіңде немесе колледжіңде бір ұйым болса, мысалға,
оқу орныңда ұйым болса, Казмыса, Жалын секілді, сол ұйымның біреуін таңда да сол жерде бол. Бірінші курста кіріп кеткен дұрыс негізі, бірақ екінші курста тоже қандай да бір ұйымға кірсең, ол да жақсы. Дебатқа қатыстым, одан кейін үлкен курста КВН-ге қатысып көргім келіп жүрді, сосын КВН-ге қатыстым. КВН-ге 3 рет қатыстым, 2022, 2023, 2024-те қатыстым. Үлкен опыт. Вообще страшный. Мен уже кәдімгідей тәжірибем бар КВН саласында. Мен сценарий жазып тастай аламын, мысалы, бір әзілге құрастырып. Өзіңді қандай жерде көресің, сол жерге барған дұрыс. 4-ші ұйымда болу, 5-шісі студенттер. Мен өзім санитар болып ажырасадым. Но сондай өзіңнің салаңа байланысты жұмысқа кіріп кеткен дұрыс екен. Бірақ әрине оны 4-ші, 5-ші курстарда жасамасаң, 1-2-де қажет жоқ. 1-ші, 2-ші курста сен чисто сабаққа көңіл бөлу керексің ғой. Осындай күшті советтер айттым, осындай күшті кеңестер. Бұл құпияларды мен ешкіммен бөліскім келген жоқ, бірақ сіздерге исключение тағы да айтам. Осы құпияларды жасаңыздар, қорықпаңыздар, смелый болыңыздар. Айтады ғой, біз қартайған кезде жасамаған нәрсемізге өкінеміз. Ал жасаған соң ол дұрыс емес, жасадың, неудача болып қалды, ол маңызды емес. Главное, сен жасадың. Сонда қорқыныштарымызды жеңеміз. Сондай нәрсе. Сіздерге видео пайдалы болса, сіздермен бірге Гиппократ, Нефарио, осы YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Осы YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. 400 подписчик болайық. Мен видеоларымды үзбей көріңіздер. Мен тек бомба информация айтам ғой. Солай көп рахмет видеоны до конца көргендеріңізге. Егер сіз видеоны до конца көрсеңіз, плюс қойып кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен. Давай. Бум. Бум деп қояды. Қой.